ондай ештеңе айтқан жоқ. Марқұм тәте де, жеңгем де балдарын алып қалам, мен бүйтем, бағам деген ондай несі айтқан жоқ ешкім. Нақты енді ол өз басым ондайды білмеймін. Енді өзім қалада тұрам ғой. Бірақ енді ауылдағылар айтқан бойынша жаңа диванды әзер көтерді деген шын. Енді жалғыз өзі істеген де болар, может, істемеген де болар, білмейміз. Нақты білмеймін. Мейрамгүл өте жуас, сондай қыз болды. Адамнан сұрақ қойсаң жауап береді, сұрақ қоймасаң жауап бермейді. Олай күліп әңгімесін айтады. Жаңа айтып жатыр ғой, Сұлтан келіп қайта айқай шығарып, Сұлтан емес, то есть Наурыз айқай шығарып, екеуміз төбелесіп қалдық, қарындасын алып Наурыз айқай шығарады деп ойламаймын. Себебі ол қатты жынданса да, ол өзінің ашуын басуға тырысады. Себебі өзімізге бүйтіп қатты айқайлап, бір нетіп көрген бала емес. Ашуға Өзіңіз айтатыңыз бар ма? Басқа бұл үйден жоғым, он келіп қағыды. Басқа не айтырған? Әнді түсінікті болған жоқпын. Түсінікті нәрсе мұнан оқы қайдан білетін. Адам сен мен айтсем бейім, сондайда барды жасады деген. Бүкіл ауылдағылардың бәрі құтласын бар, көршін бар. Өздері айтып, ол қалай одан шығады. Мүмкін емес болды. Мен айтып, мүмкін емес, мен істеймін. Мүмкін емес, қыла алмаймыз болғасын. Мен өтесін қойып айтармын соны. Бес баласы бар. Енді оны мен оғанда да екі ортаға біреу түспесе ондайды жасамайды. Сондағы бәрбір болған болар. Мен оғанда да бір сыр әкеп, біреу жасаған болар, жаңағындай ол енді отты да тұтатпаса жанбайды. Оғанда бір гәп бар енді, мен айта алмаймын, білмеймін де. Тергеушілер айтқан бар, білет айтылғаны бар енді, солар білер оған қалағын мен. Ортаға біреу түскен бар деп, қандай нені айтып отырсыз? Енді әкесі келіп алып кетті ол, құда нашты. Енді оны қалай кетем деп кетіп қалса еді. Ортаға ол біреу түссе де сондай әрекет жасауға болады ма? Ал Ортаға біреу түссе де сондай әрекеттер жасауға болады ма? Болады деп айтпаймын, мен ақтамаймын. Сондай жасалған ғой. Бірақ енді бұл өмірде бар жат нәрсе сияқты ескі жұмыс қой жаңағы. Қызын бөлек шығару деген қазір мода ма, бірдеңе жоқ. Сізбен Сәрсенәлиев бұл туралы сөйлесті ма? Сөйлескен жоқ. Телефон арқылы сөйлестік, сол 17-сі күні. Наурыз інім миялыға апап, сол миялы шылытшын әкел дегенде сағат 2-де таксиге мінгізіп, Атырауға жіберді өзім. Өзі келді, мен Ақбаянға өзім телефон соққанда, ол айтты, киімдерін дайындап, школ шақырып қойын өзіме. Бұл балдардың қасында қалып қойған сонда. Оған мен қал өзім нетем деп айтқан жоқпын. Бірақ больницаға Ақбаянға соқтым, бесік байып қасына дегенде, ол апа мен школ шақырып қойын, қазір мен өзім баяндым үшін. Мен кака жұмыста тұрып телефон жоқпын. Бірақ Сәрсенәлиев менімен сөйлесті. Жақсы, түсіндік. Сәрсенәлиев басқа сұрақ бар ма? Жоқ.